Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сондай дәмді, ерекше және аз уақытта дайын болатын түскі ас дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, дайындап көріңіздер. Қажетті ингредиенттер описаниеда жазылған. Ендеше дайындайық. Алдымен тауық етін ұсақтап турап аламыз, немесе блендерден өткіземіз. Тауық етінің орнына басқа еттің фаршын қолдануға болады. Турап болған соң жұмыртқа, қаймақ, ұн, тұз, бұрыш және қалауынызша дәмдеуіштер қосып, барлығын араластырамыз. Қызған табаға зәйтүн майын құйып, май әбден қызған соң 2 ас қасықтан салып, котлеттер жасап қуырып аламыз. 2 жағын қызартып қуырамыз. Котлеттер қуырып болған соң пияз, сәбіз салып қуырып аламыз. Бір шай қасық томат пастасын саламыз. Пияз бен сәбіз әбден қуырылған соң алдын ала жуылған гречка салып, тұздаймыз, үстінен ыстық су құйып пісіреміз. Соус дайындаймыз. Ол үшін укроп, петрушканы ұсақтап турап аламыз. Қаймаққа сушеный чеснок және осы туралған көк шөптерді салып араластырамыз. Гречка жартылай пісуге қалғанда қуырылған котлеттерді бетіне саламыз. Котлеттердің бетіне туралған қызанақ саламыз. Соусымызды жағамыз және де ірімшіктерді саламыз. 5-10 минуттай пісіреміз. Міне осындай ерекше дәмді түскі ас дайын болды. Котлеттің дәмі тіпті керемет, сондықтан міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ас болсын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.